өлбүштейт да суйгандай болот да. Бір-бірімізге тастаймыз. Жана чатка коямыз. Мына қыздар миксердің жанында мінерді. Сіз бар, естіңіз, жайылып па. Мен бір минут тыңдап кетесіңіз, қараңыз. Неде 36 грамм су, 6 грамм желатин, қыздар. Желатин доктор Бекерстікі халал болу керек. Торт, двухъярусный торт, 2 ярусты. Свадебный торттар болсын, басқа болсын, ли болмаса жаңағындай туған күн бірдеңке деген сияқты. Сіздер уже осыдан Жұмыртқа қанша? 10 ажан. Бұл бисквиттікі ғой. размер бомбаның қанша болу керек? 17 болу керек. Ал біздің қазір қанша? 14, 17 деп атым ғой. 12 деген сияқты ғой, 5 ярус қуатын болсаңыздар, мынау 20 ма, мынау 24, 30 деген сияқты ғой. 24 қателік бар. Ол жерде прям новинка пирожныйлар, қазіргі хит болып жатқан кафтарды үйренесіздер, роллки бар ол жерде, әдемі нарезнойлар бар ше. Қыздар, мына красительдің индийский түрін алыңыздар, жарты чайный ложка. Жарты чайный ложка айранға қосасыздар. Бұқпайға қаншадай жұмыртқа салып. Жаңадан кірісті да. Көзі де бұлдың. жұмыртқа қойса. Какао бар? Жұмыртқа қойса? Ана қолмен не қылды, араластырдың да? Бірінші сливки мен шекерді миксерлейміз. Яғни сұйық затты қоюландырамыз. Одан кейін барып үстіне творожный сыр саламыз. Сол кезде сұйық затты қоюландырып, үстіне о жерде уже объеммен мынандай заттар аласыздар, мынаны жапты сіздерде қалады деген сөз ғой. Бірінші кезде үйге істейсіздер, үйтесіздер, бүйтесіздер, короче, пайдасын бәрі сондайға етеді. Одан кейін Сливкиді күнжегіл қосып араластырғанда миксерді жайымен бастап көтеру керек. Бірден қатты айналдыруға болмайды. Көзерекке шыққан кезде